Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз практикалық жұмыс номер 15. Жасанды тыныс алу және жанама жүрек массажы туралы. Жалпы жасанды тыныс алу және жүрек массажы қай кезде жүргізіледі? Ол ең бірінші дәрігерге келгенге дейінгі алғашқы көмек кезінде көрсетіледі. Алғашқы көмек дегеніміз адам өміріне немесе денсаулығына кенеттен қауіп төнгенде оның өмірін уақытша дәрігер келгенше сақтап қалу. Яғни болмаса апаттың зиян әсерін азайту дейді. Апаттың қатарына әртүрлі жарақаттар жатады, мысалы сынық, буынның шығуы, улану, суға бату, күйу, ісу, тоққа түсу, тағы басқалар дейді. Алғашқы көмектің негізгі шаралары апатқа түскен адамды апат әсерінен құтқару, яғни сол жерден алып шығу болып табылады. Апаттың зиянды әсерін тоқтату, мысалға иіс тиіп жатса, газ болса, су жұтып қойған болса, соны ары қарай одан әрі уланып қалудан алып шығу қажет болады. Қанын тоқтату, мысалға көп қан жоғалтса, адамда өлу қаупі жоғарылай береді. Жараны байлау, сынған аяқты немесе қолдың қозғалысын тежеу, жасанды демалдыру, жүрекке жабық массаж жасау, апатқа түскен адамды тезірек емдеу мекемесіне жеткізу немесе жедел медициналық көмек көрсететін дәрігерлер тобын шақыру болып табылады. Тыныс алу жолдарындағы немесе өңештегі бөгде заттарды алып тастау керек болады. Ең бірінші, мысалға, оның белгілері болып, зардап шегуші мойнын ұстап, ештеңе айта алмайды дейді. Жан таласса демалғысы келеді, ауа жетіспегенін сезінеді, көгере бастайды. Тыныс жолдары жарақаттанған кезде шуылға ұқсас қатты жөтеледі. Сенің әрекетің мынандай болады. Бөгде затты тыныс жолдарынан шығару үшін ашық алақаның мен жауырынның жоғары жағынан қағып ұру керек. Зардап шегушіден аузына саусағын салып, зорланып құсуын талап ету керек. Саусақты мүмкіндігінше терең салып, өңеште тітіркендіреді. Сол кезде мысалға жасанды құсық пайда болады. Тыныс алуы тоқтайтын болса, кешіктірмей жасанды тыныс алуды жүргізуді бастап кету қажет болады. Жүрек қызметінің тоқтауы, мысалға, оның белгілері болып, естен тану, тыныс алу немесе тамыр соғысының жоғалуы, терісі көгілдір сұр болып кетсе, демек ол жүрек қызметі тоқтап жатыр деген мағынаны береді. Ол кезде біз мынандай әрекеттер жасаймыз. Жасанды тыныс алдыру немесе жүректі жанамалай уқалап сылауымыз қажет. Жүректі жанамалай уқалап сылаудың әдісі: зардап шегушінің жанына тізе бөгіп тұрып, оның жағасының түймелерін ағытып, оны тегіс қатты жерге шалқасынан жатқызу қажет. Семсер тәрізді талшықты саусағымен сипалау керек. Қолдың екі саусағын мойынға қарай бағыттап, оның қасына алақаныңды басу керек. Келесі, қолдың алақанын қойылған қолдың үстіне қойғанда екі қолдың саусақтары да жоғары қарап тұруы тиіс. Қолдары созылып, дененің салмағын қажетті нүктеге тіктеп түсіру керек. Күш созылған қолдар арқылы берілетін болсын. Қысу тәртіптері: үлкендерге минутына 60-70-тен кем болмауы тиіс. Жасөспірімдерге кеуде клеткасын 4 сантиметрге дейін 70-80 рет қысу керек. Балаларға үлкендердің бір қолының күші жеткілікті 100 рет, нәрестелерге екі саусақтың күші жеткілікті минутына 120 рет. Жасанды тыныс алу мен жүректі уқалап сылау әдістері есіңізде болсын. Тек қана естен тану, тамырлардың соқпауы тыныс алудың жоқтығы кезінде жүргізіледі. Жасанды тыныс алу. Зардап шегушіні шалқасынан жатқызу керек, аяғын көтеріңкіреп қою керек. Зардап шегушінің өкпесіне 2 рет ауа үрлеу әрекетін жасап, содан кейін жүрегіне жабық уқалау, сипалау жұмыстарын жүргізу қажет. Бір қалыппен жасау керек. 15 рет жүректі жанамалай сылаумен және 2 рет өкпені жасанды желдендіру әдістерін жасау керек. Осындай 4 циклден кейін тағы тамыр соққыны тексеру керек. Егер байқалмаса, онда жүрек өкпе реанимациясын жалғастыру қажет. Жүрек өкпе реанимациясын терінің қызаруы, ұйқы күре тамырының соғысын байқалу, қайта тыныс ала бастаған кезде табысты өткізілді деп санауға болады. Жүрек өкпелік реанимациясы. Науқас жағдайын бағалаңыз. Ол үшін иығын қағып, ес санасын тексеріңіз. Жақындағы адамдардан жедел жәрдем шақыруын сұраңыз. Ұйқы артериясының пульсін және науқастың тыныс алуын тексеріңіз. Науқасты жүрек өкпелік реанимацияға дайындаңыз. Ең алдымен мойын мен кеудені киімнен босатыңыз. Алақанды кеуденің төменгі бөлігіне семсерлі өсінден жоғары орнатыңыз. Қол қатаң тік тұру керек. Қолды кеудеден алмай, компрессия күшінің тереңдігі 5 см болу керек.
Ауыз қуысын тексеріп, бөгей заттардан тазалаңыз. Сафар үштік әдісін қолданыңыз. Ол үшін бірінші басты артқа аударып, қолыңызды маңдай аймағына қойыңыз. Екінші қолмен иегін көтеріп, төменгі жағын алдыға шыңаңыз. Үшінші, аузын ашыңыз. Өкпені жасанды желдету. Ұсақтарыңызбен мұрынды жауып, тыныс алу жолдарына дем беріңіз. Компрессия және дем беру қатынасы 15-ке 3. Осы жолмен 5 цикл, кемінде 30 минут жасау қажет. Ал енді ұйқы артериясының пульсін тексеріңіз. Патологиялық рефлекс жоғын және көз қарашының жарыққа реакциясын тексеріңіз. Науқастың жалпы жағдайын қадағалап, себептерін анықтаңыз. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.